егер флиппинг саласын бастағысы келіп жүрген адамға қазақ тілінде осы кісіден сабақ алуға барлығына кеңес беремін. Иә. Аха. Өзім білмеген ақпараттарды сіңіріп жатырмыз. Жиһаздарды Мебель саласы. Иә, мебель саласында соған кішкене мен үй сатқан кезде сол жағынан кішкене қателестік та. Бұл кісіге подписанныймыз. Бұл кісі енді қазір тренингіме келіп, прям удивляюсь, көп информация береді екен. Мынандай суммаға прям обширно бәрін айтып, объектілерін ашып, біз до этого тоже барғанбыз бұндай тренингтерға ше. Мен күйеуіммен келдім. И ол кісілер поверхностно айтады да. Сосын курсыма келді, сосын мен саған айтып беремін деген келтіреді. Бұл кісі прям өз үйін көрсетіп, қай жерден алдым, өзінің өмірлік тәжірибесімен бөлініп жатыр. Соның өзіне мен риза болып отырмын да. Керемет, прям күшті кісі екен. Филиппинстанға келген өте қуаныштымын. Көптеген ақпараттар алдым. Мен бір соғыс салаға кірсем ба деп отырмын. Өзім квартирам бар, соны салып кірсем ба деп отырмын. Өзім бұл флиппингпен айналыспаймын ба деп ойлап келе жаттым да, енді қазір не бар бір сағат флиппер болуға дайындалып отырмын. Негізі көп ойландым, бұл Алматыда немен заниматься етуге болатын. Осындай флиппингке келсем ба деген ойдамын. Соң бүгін енді мына мастер-класс ұнап жатыр негізі. Рахмет. Гүлнар ханыммен жеке танысумен ниетімде болды. Өзім сауда-саттық саласында, именно осы құрылыс саласында сауда-саттықта жүргеніме 5 жылдан асты. Және осы жердегі ремонт жасау барлығы маған қызықты болғаннан кейін өзім енді қазір нөлден бастап жатқанмен бірақ кіруге бет бұрдым. Мастер-класстың қазақша болғаны маған қатты ұнап жатыр. Өзіме все равно өз тілімде ғой, жақсы түсінікті болып жатыр. Сол уақыттарды азайтып, жаңағы ремонтқа тез оны да арзан түрінде жасап, тез сатып, тез оборотқа кіру. Солары маған қатты ұнап жатыр. Сонымен айналысқым келеді.